Сәлем, жақсыларым, қалдарыңыз қалай? Қалайсыздар? Бүгін бізде кешкі ужин уақыты. Бізде папамыз дайындағалы жатыр. Папамыз картошкасын аршып, сарымсағын аршып, бәрін жуып, шайып, енді турауға кіріскелі жатыр. Мәссаған, мынау біздің үйдің папасы мей. Өлі қасқақ. Мынау кімнің папасы деген болды ғой, мынау. Кімнің мынау папасы деп қойыншы. Бұл кісі не қылған пысық картоп, сарымсақ, бұрыш тұзын салып, майын құйып, тамағын араластырып, чық етіп қойған ғой. Бұл кісі тамағының қақпағын ашып, суын құйып, тағы да бірласып, енді қақпағын жауып, енді бауырды тура құрсы. Ол кісі дегеннің ойбай, үлкен қылып тұрады, метабебеу кішірейтсеш, андағың не? Бірақ ауызға сол қылқита салғанға жақсы қойдақ қойыр. Ол кісі ойбай да қойсын ғой. Сонымен бауырды айтып кішірейтіп туратқыздық. Өстіп бауырын жақсылап турап алды ол кісі. Мен мына жерде тұрмын, оған әңгіме айтып, тұзын көр, анасын көр деп. Ол кісі тұзын көріп, бұдан кейін бауырды салып, жақсылап тұрып дайындады. Осылайынан бәрі аяқталды, бәрі дайын болып, столға жасап, столдың үстіне қойып, тамағымызды ішіп алдық.